Мәмс дегенді білесіз бе не екенін? Түсіндіріп беріңізші. Мәмс деген не екенін білесіз бе? Жоқ. Не ол мәмс? ОСМС-ді білесіз бе? ОСМС, иә. Аха. Қазақшасын білмейсіз. Қазақшасын білмеймін өкінішке орай. Қаншалықты Енді бізге? білетін болдым. Иә. Қаншалықты ол бізге мәмс керек Қазақстанға? Өте қиын сұрақ та, ол керек шығар, бірақ оны реформа жасау керек. Қалай жасау керек? Оны ең біріншіден реформа жасағанда, мысалы, жақсылап қарау керек, қай жерге жұмсалып жатыр. Бізде ең біріншіден енді жаңадан докладтан естіген шығарсыз. 82 тіс жасаған деген. Ол қалай, ол неге жатады? Қандай миға жатпайтын затта. Реформа жасау керек. Именно кім алып тастауға мүмкіншілік жоқ па мәмс? Оны да болады. Оны да алып Енді қанша жыл болды сіз негізі мәмстен пайдасын көріп жатсыз ба өзіңіз депутат ретінде? Мен жоқ. Мен көріп жатқан жоқпын. И неге бұны алып тастау туралы ұсыныс жасамайсыздар? Оны қарау керек, бәр жағынан талқылау керек. Бұл мәмстің Қазақстанға енгізілгеніне қанша жыл болды негізі? 10 жылдай болып қалған сияқты. Қанша қаражат жұмсалғанын білесіздер ме өзіңіз? Мен білмеймін, бірақ білемін көп екенін. Мысалға айтып кетсеңіз. Көбі қанша ол? Қанша миллиард? Енді саласақ 10% кетеді ол. Айлықтан 10% кетеді. Бірақ мысалы адамдар менің ойымша қалай. Ол керек зат, бірақ ол мысалы тіркеу қажет жоқ. Әр адамды бір мысалы поликлиника не ауруханаға. Оны конкретно бір дәрігерге байлау керек. Мысалы сіз жақсы дәрігер болсаңыз, сізге адамдар көп келетін болса, сізге төлеу керек. Халықтың қанша пайызы бүгінгі күнге мәмсті төлеп отыр? Менің білгенімше 4 миллион адамды сияқты төлейтін сияқты. 2 миллион төлемейді, негізі самозанятый. 4 миллион азаматтың ақшасы 19 миллион азаматты соған жұмсалып жатыр ма ақшасы? Иә. 19 енді балаларды алсаңыз, сосын зейнеткер адамдарды санамағанда, именно істейтін адамдар. 2,5 миллион мен білетін бойынша 2,5 миллион төлемейді, олар негізі самозанятый. Депутат Асхат Аймағамбетов бүгін мәмстің көптеген мәселесін көтеріп жатыр. Өзі баяндамасын бәрін тыңдап кеттіңіздер. Сол кісінің баяндамасымен негізі келісесіздер ме? Нені өзгерту керек? Негізі мәмсті алып тастау керек па? Аймағамбетов Асхат Қанатұлының баяндамасымен мен келісем. Өйткені былтыр осыдан 1 жыл бұрын осы мәмс жүйесіне байланысты бізде үкімет сағаты болды. Сол үкімет сағасында осы мәселелердің барлығының негізінен 80-90% қойылған болатын. Министрліктің өкіліне, министрге жалпы осы мәмс жүйесінің кемшілігі, оның халыққа қызмет етпей отыру жөнінде жан-жақты айтылған болатын. Мен ойымша бір 50-60-ға жуық сұрақ қойылды сол кезде. Барлық партия өкілдері бұған байланысты өздерінің талдауларында берді. Оның жетілдіру жолдарын да ұсынған болатын. Бірақ енді бүгінгі күнде сол мәмс жүйесі әлі сол айтылған кемшіліктердің көбісін жоя алған жоқ. Енді біріншіден бұған мен ойымша 2 мәселе ғой деймін. Біріншіден министр жаңадан келді енді. 1 жыл деген бұл өте аз уақыт. Министрдің өзі жаңадан келді. Бұл жылдар бойы ақсап келген, жылдар бойы жүйесі жұмыс істеп келген жүйе мәмс жүйесі. Халықтың әбден титығына жеткен, қалай дейді, біздің осы денсаулық сақтау жүйесіндегі ең бір кешеуіл деп қалған жүйенің бірі ше. Сіздің сөзіңізді бөліп кетейін. Министр жаңадан келген болса да, ол кісі бұның алдында осы денсаулық саласына байланысты сенатор депутаты болып отырған. Сол кезде де ол кісі байқамады ма, неге сенаторлық кезінде болған кезде де неге осы мәселені түпкілікті неге көтермеді? Жоқ, мәселе бұлай емес. Түпкілікті көтерілмей жатыр емес. Түпкілікті көтеруге байланысты көптеген министрліктің тарапынан шешімдер қабылданды, бірақ олардың орындалуы. Мәселе осылардың орындалуы. Бізде ең бірінші бүгінгі күнде жетілмей тұрған мәселе бұл деректер базасы бар ғой, электронды деректер базасының бүкіл мекемелердің арасында интеграция жоқ болып тұр. Осы цифрлық жүйені министрлік әлі күнге дейін бір қалыпқа келтіре алмай отыр. Бірақ осы бағытта жұмыс жасап жатыр олар. Мен білемін оларды.
көптеген жаңа программаларға жаңа IT мамандарын шақырып осы сала бойынша жұмыс істеп жатыр. Бірақ әлі күнге дейін интеграция болмай жатыр. Өйткені бір азамат екінші ауылдан екінші үшінші ауылға көшіп кететін болса, интеграция жоқ, адам таппай қалады. Одан кейін тағы да қатар бірнеше нелер бар, кемшіліктер бар, әлі орын алып отырған. Оның біріншісі мысалы мынау бізде енді әшейін қарапайым күнделікті тіркеуде тұрған халықтан басқа жаңағы 3 миллион адамымыз бар ғой, біріншілемеген, ол бірінші. Екінші, тұрмыстық зорлық, зомбылық шеккен азаматтар бар. Олар сол дер кезінде өзінің жаңағы сақтандыру жарнасын төлей алмай қалады. Қалай төлей алмай қалады? Оларды 1-2 айдан кейін автоматты түрде алып тастайды. Ал егер оған ертең медициналық жәрдем қажет болған кезде, ол сол жәрдемді ала алмай қалады. Міне, осы жүйеде әлі интеграция болмайды. Нақты, жақсы, жарайды. Нақты қысқаша айтыңызшы, мәміз керек па, өзі керек емес па? Егер мәміз жүйесін жақсылап жетілдіретін болса, керек. Ал егер тура осылай кете беретін болса, мен ойымша қажеттілігі жоқ. Сегодняшняя теме ОСМС, насколько нужен казахстанцам? СМС в любом случае нужен, потому что очень много правильных задач, просто, на мой взгляд, немножко неправильно распределены функции. Сегодня об этом наш коллега говорил, господин Аймагамбет, что фонд занимается порой несвойственными функциями своими. Но, на мой взгляд, я недавно начал погружаться в тему, потому что у меня немножко другой профиль, это оборона и безопасность. Именно в части, касающейся работы фонда, они взяли за, скажем так, не очень хорошую практику. Все шишки улетают на Министерство здравоохранения. А фонд остается всегда, как сегодня вы видели, при моем вопросе фонду ответа нету. Конкретного, четкого ответа нет. Поэтому сейчас задача не задеть, там, больно щипнуть фонд, а задача выстроить конструктивную работу совместно. В СМС есть коррупционный риск? Однозначно. Вы видите, у фонда все функции собраны. Выявление, наказание, распределение наказания. Это ворота коррупционным рискам. Поэтому это надо менять. Зачем тогда нам нужен казахстанцам ОСМС? Если есть коррупционный риск, Нет, то, что смотрите, много очень жалоб, люди не могут воспользоваться. Фонд сам нужен, это же, собственно говоря, здесь надо если просто настроить работу. Контролировать, вот именно контрольные функции нужно. И надо разделить функции фонда. Когда начнем контролировать? Работа ведется. Сколько лет уже ОСМС на рынке? Я начал только погружаться в эту тему. Это не мой профиль. И вот как раз была у меня поездка в регионы. Я объездил практически все клиники города Алматы. И вот я сейчас напитываюсь информацией, чтобы в каком-то конструктивном уже в таком выйти. Через 2 недели мы как раз проводим онлайн-совещание, что-то вроде круглого стола, где будут эксперты, медики и представители фонда. НДС-тің осы дәрі-дәрмекке салынбай келе жатқаны басынан бары. Неге осы күнге дейін дәрі-дәрмек қымбат? Осы туралы сіздер білесіздер ме? Қалай? Неге қымбат дәрі? НДС ол жерге қосылмаса да дәрі-дәрмекте. Біріншіден біз 1 жыл бойы министрлікпен өте тығыз жұмыс жүргіздік. Жаңағы министрліктің осы дәрілердің шекті бағасын бекіту туралы бұйрығы бар. Сол бұйрықты зерттеп қарасаңыздар, сол бұйрықта қаншама қажет емес қосымша мынау аптекаларға, басқа да компанияларға тиісті бір жаңағындай кіріс алатындай мүмкіндіктер қарастырылған. Ол 30-40%. Біз қазір 1 жыл бойы министрлікпен жұмыс істедік, оны дәлелдедік, жоғары аудиторлық палатада оны тексеріп, біздің есептерімізді дәлелдеп көрсетті, бұл дұрыс деп. Сондықтан министрлікпен біз бірге жүргізген жұмыстың арқасында қазір осы маркетингтік қызмет дейді, басқа да ішіне қосатын пайыздарды алып тастап, осы дәрі-дәрмектің бағасын кем дегенде 20%-ға түсіруге мүмкіндік бар. Бірақ сіз өзіңіз білесіз, сондықтан қазіргі уақытта бұл бұйрық Әділет министрлігінде, бұл бұйрық тіркелгеннен кейін жаңағы баға айтарлықтай азаю керек деп біз күтіп отырмыз. Сондықтан министрлікті осы мәселе бойынша қайта талап етіп, осы жұмыс бойынша бір нақты нәтиже бізге керек деп отыр. Қазір ол НДС жоқ болған өзінде осындай баға.
Сондықтан әрине біз жаңағы салықтық кодексінде бұған НДС-ті кіргізейік деген бізде қазір жазған кодекстің мәтінінде сондай редакциялық норма жатыр. Соған бойынша өзіміздің түзетуімізді бердік. Жақсы, мынау енді денсаулық біздің Қазақстанда денсаулық саласына бүгінгі күнге көптеген жаңа шағымдар көп, өздеріңіз білесіздер, депутаттарға да, журналистерге шағымдар айтылып жатыр. Енді дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан Қазақстан шығуы мүмкін бе? Керек па негізі? Менің ойымша керек емес. Неге? Ол үлкен алпауыт мемлекеттерге өздерінің денсаулық сақтау жүйесі дамып, бір тиісті деңгейге жеткен мемлекеттерге бұл жаңағындай талқылауға болатын мәселе шығар. Бірақ менің ойымша бізге бұндай дүниежүзілік ұйымдардың мүшесі болу өте маңызды. Соның ішінде біріншіден қаншама әдістемелік көмек, қаншама протоколдар, қаншама жаңағындай оқыту, қаншама тәжірибе алмасу. Сондықтан бұл ұйымдардан біз тек қана ұтып жатырмыз. Жалпы осы тұрғыда коронавирус кезінде 25-тен астам протокол болды. Енді сол уақытта қанша азаматтар Қазақстанда қырылды. Сол 25 протоколдың ішінде бірде-бір протоколы адамды емдеуге жарамды болған жоқ. Оның өзі сол кезде дүниежүзілік ұйымның сол кезде неге көмегі бізге тимеді? Оны жалғыз біздің Қазақстан емес, оны басқа елдегі азаматтарда бұл дүниежүзілік ұйымның сол елге пайдасы жоқ екенін айтып отыр. Енді бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының неге кесірінен осы коронавирус кезінде? Ол мемлекеттің, ол ұйымның кесірінен емес, ол жалпы әлемде болған өкінішке орай. Егер біз сонда мүше болмасақ, онда басқа протоколдар болушы еді деп біз айта алмаймыз ғой. Біз қазір мынандай норманы дайындап отырмыз. Қазақстанға дәріні алып келу, оны тіркеу өте күрделі. 5-6 жыл өтеді. Яғни дүние жүзінде мысалы онкологияға қарсы, басқа ауруларға қарсы дәрілер қабылданып қойған, шыққан, оны көп мемлекеттер, европалық мемлекеттер, ақш қолданып жатыр, бірақ оны Қазақстанға кіргізу үшін бюрократиялық рәсімдер өте қиын. Соған бойынша бір жақ қолданып жатыр, біз 6 жыл тосамыз. Енді біздің айтып жатқанымыз, осыған біз арнайы түзету қабылдап, егер осындай дүниежүзілік үлкен ұйымдар, мысалы европалық ассоциациялар, Америкадағы ассоциациялар, егер осындай дәрі-дәрмектерді дәлелдеп, оны қабылдап пайдаланып жатса, біз онда осы рәсімдерді азайтып, норвегиялық модельге көшіп, оны 1 жылдың ішінде Қазақстанға енгізу мүмкіндігін беру. Бұл да өте маңызды. Дүниежүзілік жаңағы ұйымға біздің Қазақстан қанша қаражат бөледі? Оны министр келгеннен кейін сіздер енді депутат ретінде ол туралы сіздер сұрамадыңыздар ма? Қанша қаражат бөлініп жатыр? Қаражат бар, керек болатын болса біз оны қосымша ақпарат берейік сіздерге.